Мен кішкентай кезімнен, шамамен 5 жастан бастап түнде бір нәрсені көретінмін. Бұл түс емес, қиялда емес, нағыз қорқынышты түнгі шындық еді. Олар қашан біздің бөлмеміздің есік аузында пайда болатын. Бөлмемізде есік жоқ еді, тек есік орны бос. Сол себепті оның келуі одан да қорқынышты болатын. Ол қара түсті, қара түнектің өзінен қиып алғандай. Денесі анық емес, тұмандатып тұрады. Аяқ-қолдары ұзын, қисық, адамға мүлдем ұқсамайды. Ол 4 аяқтап үнсіз қозғалатын, ал көзі қызыл, бұлдыр, ішінде ақшыл нүктелер бар. Сол көздермен бізге қарап тұратын. Ештеңе істемейді, сөйлемейді, бізге тиіспейді, тек қарап тұрады. Кейде ол бірнеше минуттан соң жоғалып кететін, ал кейде таң атқанша тұрғыш болатын. Біз ағам екеуміз қимылдай алмайтынбыз. Қатты қорыққаннан айқайлап та, ата-ананы шақырып та үлгермейміз. Тамаққа тас тығылғандай, жүрек қатты соғады, ал бүкіл дене қатып қалады. Ал ата-анамыз ешқашан кіріп келмейтін. Қашан ол есікте тұрса, ешкім келмейтін. Сол түні мен санамның шетінде тұрғандай сезілдім, және әлі күнге дейін өзімді сол күйден толық қалпына келдім бе, білмеймін. 15-ке толғанда бәрі тоқтаған сияқты болды. Мен қатты қуандым. Бәрі артта қалды деп ойладым, бірақ мен қателесіппін. Қазір мен өз пәтерімде тұрам, және ол қайта оралды. Аптасына бір рет түннің ортасында менің есігім ақырын ашылғанын еститінмін. Сол сәтте бәрі қайта басталады. Мен тағы да кішкентай кезімдегідей қатып қалған, қорқынышқа толы бала болып қалам. Мен бәрін істеп көрдім. Есікті кілтпен жаптым, алдына жиһаз қойдым, бірақ еш пайда жоқ. Егер есік жабық болса да, ол тікелей бөлменің ішіне пайда болады. Ал ол кезде қорқыныш 1000 есе күшейеді. Одан түсініксіз суық пен қорқыныштың иісі тарайды. Бүкіл бөлме мұздай болып кетеді. Ол маған тиіспейді, ештеңе айтпайды, бірақ мен сезіп тұрам. Ол жай қарап тұрғанда менің ішімдегі барлық үміт, сезім, адамдық біртіндеп өшіп бастайды. Неліктен ол мені таңдап алды? Неге дәл мені бала кезден бәрі іздеп келеді? Мен білмеймін. Бірақ бір күні сол сұраққа жауап естимін бе деп қорқам. Ал ең жаманы, мен сол жауапты естігім де келмейді. Себебі кейде маған бір ой келеді. Мүмкін құтылудың жалғыз жолы оны жою емес, оны көріп тұрған менің көздерімді жою шығар. Содан бері мен ештеңе көрмедім. Әлгі құбыжықты да ештемені.